Мысықтың қарғысы. Самат ауылға келгенде күн ұясына батып бара жатқан еді. Ол жұмыстан демалу үшін қаладағы күйбең тіршіліктен уақытша алыстап, ауылдағы туыстарына бір аптаға қонаққа келген. Көлігімен шаңды жолмен асықпай келе жатқанда, кенет жолдың қақ ортасынан бір сұр мысық жүгіріп өтті. Самат тежегішті басып үлгермей, бір соққының даусын естіді. Көлікті тоқтатып, артқа қарағанда жолдың шетінде сұр мысық қозғалыссыз жатты. Самат терең тыныс алып, көліктен түсті. Жай ғана мысық қой. Бұл ауылда бұндай жағдай жиі болып тұрады деп өзін жұбатты. Бірақ мысықтың денесіне жақындағанда жүрегі дір ете қалды. Мысық оған тесіле қарап, әлсіз мияулап жіберді. Оның көзі тым ерекше еді, біртүрлі адамға ұқсайтындай, жанарында ашу мен мұң қатар тұрды. Самат мысықты шетке қарай жылжытып, жолдан алып тастады да, көлігіне қайта отырып, әрі қарай жүріп кетті. Сол түні Самат қорқынышты түс көрді. Түсінде сұр мысық оған жақындап келіп, сен менің өмірімді алдың, енді мен сенікін аламын деді. Түсінде ме, өңінде ме, белгісіз, бірақ ол дауысты анық естігендей болды. Келесі күндері үй ішінде біртүрлі оқиғалар басталды. Алдымен Саматтың інісі түсініксіз жағдайда қайтыс болды. Таңертең оны төсегінде жансыз күйде тапты. Дәрігерлер себебін түсіндіре алмады. Артынша жеңгесі ауыр дертке шалдығып, 2 апта ішінде жан тапсырды. Бірінен соң бірі, ажал құшып жатқан отбасы мүшелерінен соң, Самат үрейге бой алдырды. Ол бұл сұмдықтың артында сұр мысықтың қарғысы тұрғанын түсінді. Көп ұзамай Саматтың өзіне де ауыртпалық түсті. Бір күні кешке жұмыстан келе жатып, кенеттен көзі қарауытып, көлігі аударылып кетті. Ол тірі қалды, бірақ 2 аяғынан айырылды. Мүгедек болып қалған ол өмірден түңілді. Жанында ешкім қалмады, барлық жақындары жұмбақ жағдайда көз жұмған еді. Ол енді жалғыздықта, мүгедек күйде өмір сүретін болды. Үйінде жалғыз қалған Самат кейде қараңғы бұрыштардан сұр мысықтың елесін көретін. Ол әр түні есіктің алдына келіп, тырналап, сыбырлап тұратын. Сенің кезегің келеді деген сыбырлы дауыс миында жаңғырып тұратын. Ол бөлмесіне шықпайтын болды, күндіз-түні қорқыныштан қалшылдап отыратын. Кейде тіпті бөлмедегі айналарда өзінің бейнесінен басқа, әлдебір жан түршігерлік көлеңкені көретін. Ол бұрынғыдай емес, енді өзінен де қорқа бастады. Жылдар өте келе, Самат өз-өзіне қол жұмсауды ойлады. Бірақ ол да мүмкін емес еді, қарғыс оны өлтірмей, азапқа салып ұстады. Ол бір күні түн ішінде терезесінен қараған кезде, ауласында әлдене қимылдап жүргенін байқады. Ай сәулесі астында сұр мысық отырды. Бірақ бұл жай мысық емес еді, оның көзі түпсіз тұңғиық, қараңғылықтың өзі секілді көрінді. Ол Саматқа қарап, баяу басып жақындай бастады. Самат орнынан қозғала алмады. Тек қарады. Ал мысық есік алдына жетіп, тырнақтарын есікке батырды. Сол сәтте Саматтың жүрегі дүрсілдеп, тынысы тарылды. Мысықтың көзі одан көз алмады. Кенет есік сықырлап ашыла бастады. Таңертең көршілері Саматтың денесін тапты. Оның жүзі қорқыныштан бұзылып кеткен, көздері шарасынан шығып кеткен еді. Бөлмесінде тек мысықтың тырнаған іздері мен күңгірт дауыстар жаңғырып тұрғандай болды. Ал терезенің түбінде сол сұр мысық мүлгіп отырды. Оны ешкім қуып жібере алмады. Қарғыс қайтарылмайды. Ол өз құрбанын тапқанша тоқтамайды.